Ал енді мынау активатор клеток деген түріне қарасаң фен сияқты. Активатор клеток деп өзінің аты да түсіндіріп тұр. Мына біздің ағзамыздағы әлсіреген клеткаларды бұл жандандырады. Жасайсыз бауырға, бүйрекке. Мен өткенде тамағым шықпай қалған кешке дейін тамағыма осыны ұстап мінекей дауысым шықты. Шаш кептірсеңіз бар ма? Шаш кептірсең, мына шаштың түсуін азайтады. Луковица дейді ғой орысша, су луковицасы әлсіреп тұрса, соны қатайтады. Тағы сіңіліме мына қолын көріп өткенде жаман жүрегім ауырып кетті. Мына авариядан кейін мына қолына 24 жылы сол жаз кезінде машинамен аварияға түстім. Енді қолыма операция жасады, әлі ем алу керек. Соған Жеңіс апайымыз осы жерге алып келіп, кеше бір-ақ күн алдым. Мына сүйегі сынғаннан кейін бұл жер қатайып қалған. Қатып қалған қолым. Енді кеше ғана алдым, жан кіргендей болды. Бұл енді үйдегі физиотерапия ғой. Терагерцевая волна бар мына ішінде. Сүйекке, мынау сіңірлерге терең кіргендіктен мына қатайған сіңірлердің жаңағы клеткаларын жібітіп, тірілтіп, мінекей уже қосылды. Кеше мұздай тұғын қолым. Иә, бүгін жыл тұр. Оны біз былай қан барғаны көрініп тұр да. Былай жасаймыз. Мынаны бүйтіп осыған жасаймыз, иә. Тіпті бара бермейміз ғой, больницаға уақытымыз жоқ. Енді осы жерге келіп, осындай енді алуға ниет етіп отырмын. Мен бұны алып алдым. Ангинаны көтеріп тастап, алып тастайды. Мына мойныма, мына фарингит деген бәле бар менде. Осыны кешке дейін. Сосын қорқ, шаншып, домашний доктор. Мына бронхыға мыңда бір ем. Құдайдың рахаты бірінші Алла, екінші осы қыздарға мыңда бір алғыс.